гимназиясының 8-ші А сынып оқушысы Қайрат Қызайұлы, 6-ші Б сынып оқушысы Айтан Ержан. Қоқыстан жасалған пайдалы қолөнер үздік экологиялық бастама бағыты. Жобаның өзектілігі тұрмыстық қалдықтар қоршаған ортаны ластайды. Олардың көпшілігі табиғи жағдайда ыдырамайды, немесе өте ұзақ ыдырау кезеңіне ие. Қоршаған ортаны таза ету үшін қоқыс мөлшерін азайту керек. Ол үшін оларға жаңа өмір беру керек. Зерттеу мәселесі оқушыларды қоқысты жою мәселесін жеткілікті түсінбеуі. Зерттеу нысаны мектептегі және үйдегі қажет емес заттар. Гипотеза: қоршаған ортаны таза және әдемі ету үшін қажет емес нәрселерді дұрыс жою керек. Кейде мұндай заттарды қолдануға болады. Жобаның мақсаты: ескі газеттерге, пластикалық бөтелкелерге, үй, мектеп, интеріне ерекше пайдалы заттар жасау арқылы екінші өмір беру. Міндеттері: газет, пластикалық бөтелкелер сияқты және тағы басқа материалдармен жұмыс істеу туралы ақпаратты жинау және зерттеу. Жұмыс мысалында қоршаған ортаны сақтау үшін қажет емес заттарды қалай пайдалануға болатындығын көрсетіңіз. Оқушылардың назарын аудару және қоқыстан әдемі заттар жасауды үйрену. Қоқыстан жасалған пайдалы қолөнерім шығармашылық жобасының тақырыбы өте өзекті. Осы жобаны орындау кезінде біз қандай мәселені шешуге тырыстық? Өмір сүру процесінде адам қоқыстың барлық түрлерін және әртүрлі қалдықтарды қалдырады. Әр үйде немесе мектепте көптеген тұрмыстық қалдықтар пайда болады. Олар ақырында тасталады, өртеледі. Қалдықтарды ұтымды пайдалану қажеттілігі күн сайын өзекті болып келеді. Күн сайын біз пластикалық бөтелкелерді, азық-түлік пакеттерін, шырын пакеттерін, газеттерді тастаймыз. Адамдар көп ойлана бермейді. Сол қоқыстан жаңа бұйым жасап қолдануға болатындығын біз тезірек құтылуға тырысамыз. Қажетсіз нәрселер, ал ол шығармашылық жұмыстары үшін көптеген мүмкіндіктер береді. Қоқысты тастамай, оны түпнұсқа қолөнер үшін қолдана отырып, біз қоршаған ортаны таза ұстаймыз. Соңғы жылдары қоқыс мәселесі басқа экологиялық проблемалардың арасында бірінші орынға шықты. Мамандардың пікірінше, қазіргі уақытта планетаның әр тұрғынына жылына орташа есеппен 1 тонна қоқыс тастайды. Тұрмыстық қалдықтар санының артуы келесі себептерге байланысты. Бір рет пайдаланылатын тауарлардың жаппай тұтыну өндірісінің өсуі, тауарлардың түрлі қаптамаларда болуының көбейту, өмір сүру деңгейін арттыруына байланысты пайдалануға жарамды заттарды жаңаларына ауыстыруға мүмкіндіктердің жоғары болуы. Біз өз жұмысымызда қағаз, газет, картон, пластик ойыншықтар, бір рет пайдаланылатын ыдыстар, қолданылған қылқаламдар және тағы басқа қолдандық. Олар әр үйде бар. Арнайы ештеңе сатып алудың қажеті жоқ. Бізге келесі материалдар қажет болды: флват, желім, қайшы, гуаш, ыстық желім. Үздік экологиялық бастама панос. Біз бұл жерде картонды жас көкөспен боядық, күнді аракалмен жабыстырдық, және де бұл Алматының таулары. Қарап тұрғандарыңыздай, тәрбие отбасына басталады демекші, біз бұл жерде үй мен және отбасы мүшелерінің суретін салдық. Табиғатты алақанымызда аяғымыз қажет. Және де Алматының бір кереметі апорт Алматыда бейнеледік. Экологияға зияны жоқ жел электр қондырғысын бейнеледік. Таудан аққан өзен көлге барып құйылған. Көлде аққулар жүзіп жүр және Қазақстанның орманы бейнеленген. Енді біз жасаған жұмысымызды таныстырайық. Мен сіздерге осы қолөнерді таныстырғым келеді. Қазіргі таңда барлығымыз білетіндей, көп адамдар тек өз пайдасын ғана ойлайды. Олардың экологияға деген ойлары мүлдем қызықтырмайды. Мен осы себептен осы қолөнерді жасадым, және де осы жұмысты орындау барысында маған газет, керек емес ойыншық қалдықтар және пластик заттар қажет болды. Кез келген осының достарымның осы ойды қалыптастырғанын қалаймын. Мен сіздерге бақытты қылқаламдар жанұясын таныстыра кетейін. Бұл жаз айында болған мектептегі жөндеу жұмыстарынан қалған қылқаламдар. Мен бұл жерде гуашты, атриді, қылқаламдарды және ыстық желімді қолданып жасап шықтым. Мен олардың жүздеріне күлкі толтырып, оларға екінші өмір сыйладым. Мен сіздерге жер планетасының ауасын тазартайық қолөнерін таныстырғым келеді. Барлығыңыз білетіндей, қазіргі таңда көптеген завод фабрикалар салынып, қоқыстар тасталып жатыр. Яғни бұның барлығы адамға ғана емес, жер планетасына да кері әсерін тигізеді. Және де барлығымыз білетіндей, 2020 жылы басталған пандемия, көптеген адамдар осы пандемиядан, өкпе ауруынан қайтыс болып жатты. Бұның барлығы ауаның ластануынан.
Және де осы жұмысты орындау барысында мен қажет емес медициналық шприцтарды жасадым. Оларды түрлі түске бояп, осылай зауыт фабрикалар ретінде жасадым. Мен сіздерге қағаз қалдығынан жасалған Африкадағы саванна жерінде мекендейтін пілмен таныстыра кетейін. Бұл пілдің жойылып бара жатқан себебі браконьерлер оған қатты қызығады және олардың сүйегі өте бағалы. Бұны мен қағаз қалдықтарынан жасап және ыстық желімді пайдалана отырып моншақтармен жасап шығардым. Мен сіздерге кірпі қолөнерін таныстырғым келеді. Бұл жерде байқап тұрғандарыңыздай шіріген фанера, керек емес кілттерді қара түске бояп, түрлі түсті қағаздарды қиып және де істен шыққан шаммен жасадық. Мен сіздерге желдеткішпен таныстыра кетейін. Мен бұны бір рет қана қолданылатын пластикалықтан жасалынған шанышқыдан жасап шығардым. Бұған моншақтарды жабыстырып, матаны және қағазды орнатып жасадым. Бұны қабырғада іліп қойса болады және қонақтарға сыйлық ретінде табыстауға болады. Кез келген адам қажетті заттардан өз қолдарымен қажетті және пайдалы бұйым жасай алады. Ескі заттарға жаңа өмір беріңіз, тұрмыстық қалдықтарды азайтыңыз. Қоршаған ортаны сақтау үшін қажет емес заттарды қолданылуды үйреніңіз. Логопедия кабинетіне сыйлау, ерекше білімді қажет ететін балаларға сол суреттер арқылы сөйлем құрастырғызу.